Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін окорочкіден рулет жасайтын боламын. Ең алдымен маған осындай үлкендеу окорочка керек болады. Енді осыны біз ішіндегі сүйегінен жақсылап ажырататын боламыз. Біз терісін жыртып алмай, жақсылап ішіндегі сүйегін алып аламыз алдын ала. Осы сүйегін жақсылап ажыратып болғаннан кейін біз осы окорочкамызды жақсылап бірінші жуып аламыз. Содан кейін барып біз окорочкамызды кішкене ұрғылап, үстіне қара бұрыш, тұз, сосын менде піскен жұмыртқадан бір данасын салдым. Осылай видеодағыдай. Енді кезекте біз осыны дөңгелектеп жақсылап орайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым және оңай. Міндетті түрде осы видеодағыдай жасап көріңіздер. Ол бір жасағаннан шығады. Енді осыны біз фольгаға орайтын боламыз. Сосын біз осыны қызып тұрған 200 градуста 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осылай фольгаға орап пісіріп аламыз жақсылап. Біздің рулеттер дайын болып қалды. Осыны кішкене суытып, кесіп көрсететін боламын. Міне осылай кескенім өте әдемі және дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.